Сәлем достар, сіздермен Диляра, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сникерс пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге тоңазытқыштағы майды үккіштен өткіземіз. Керек ингредиенттер описание бөлімде жазылып тұрады. Үккіштен өткізіп болған соң ұнмен араластырамыз. Үстіне қопсытқыш, қант, какао және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр формасын ұстаған соң 22 сантиметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, біздің қамырды жайып шығамыз. Шетіне міндетті түрде бортик жасауды ұмытпаймыз. Енді қамырды тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге вареный сгущенка мен арахис қажет. Арахисті ұсақ етіп турап аламыз. Вареный сгущенканың үстіне арахисті салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Тоңазытқыштағы қамырды алып, үстіне құйып шығамыз. Егер сіздерде вареный сгущенка неғұрлым қою болса, өте керемет болады. Пирог одан әрі дәмді болып шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Піскен соң толықтай суытып алып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Енді пирогымыз толықтай суығанша глазурь дайындайтын боламыз. Ол үшін шоколадты водяной баняда ертіп аламыз. Ыдысқа шоколад пен майды салып, су қайнаған соң ыдысты сол кастрөлдің үстіне қойып толықтай ерітеміз. Толықтай еріген соң ұсақталған арахиспен жақсылап араластырамыз. Глазуріміз дайын болды. Енді тоңазытқышта тұрған пирогымызды алып, бетіне глазурь құямыз. Бетін толықтай жабатын етіп, жағып шығамыз. Глазурь жағып болған соң міндетті түрде тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз, толықтай қату қажет.
Пирогымыз дайын болды. Дәмі тіл үйрет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алда әлі көптеген рецепттер болады. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.